Қарағандылық Шахтер футбол клубы Европа лигасына іріктеу кезеңінің екінші кездесуін сырт алаңда өткізді. Кеншілер Литваның Клайпеда қаласында жергілікті Атлантис клубымен жасыл алаңда шеберлік байқасқанмен қос клубта есеп аша алмады. Әріптесім Нұрбек Байбосын баяндайды. Букмекерлік орталықтардың алдын ала болжам бойынша былтыр Еуропаны таңғалдырған Шахтер Еурокубокта соңғы 8 жылда өнер көрсетпеген Литваның вице-чемпион еш қиындықсыз жеңеді деп топшылаған болатын. Литвалықтар кездесуге ерте бастан дайындалса да, Атлантистің жанкүйерлері жеңіске қол жеткізетіндеріне аса сенген жоқ. Ойын өте күрделі. Атлантис қорғаныста ойнайтын болса, мазамыз қашатындығы анық. Егер қақпаға доп өткізіп алсақ, онда тағы да дегбіріміз қашар. Қақпаны қорғап қалса, ойыншылар ойын аяғына дейін тіпті мазасызданатын боламыз. Шахтер футболшылары Атлантиспен болатын кездесу оңайға түспейтін сезді. Ақыры ойын барысында қарағандылықтар тәжірибесі мен шеберлігін алға тартса, алаң иелері төзімділігі арқасында қарсыласына дес бермеді. Жеңіс екі командаға бірдей керек болғандықтан матч жоғары қарқында өтті. 90 минуттың ішінде бірнеше қауіпті сәт болғанмен есеп ашылған жоқ. Бүгінгі ойын екі команда үшін де өте күрделі өтті. Есептің тең болуы да заңды. Жалпы айтқанда, Шахтер мықты командалардың бірі болып саналады. Бүгінгі ойын Шахтердің осал қарсылас еместігін тағы да дәлелдей түсті. Есеп тең болып, нәтиже жаман емес. Бізде әлі үйде өтетін кездесу кезінде алға шығу мүмкіндігіміз бар. Әрине жеңістен үміттенгеніміз рас, бірақ екінші таймда ойында сәл бәсеңдетіп жібердік. 0-0 есебімен аяқталған кездесу Шахтерға аз да болса да басымдық берген сияқты. Бір аптадан соң қарымта кездесу өтеді. Шахтер командасы өз алаңында жеңіске жетеді деп сенеміз. Нұрбек Байбосын, Әлия Сызықова, Василий Савкин, Литва.